Ал достар, аңыз кейіпкерлер туралы видеомызды жалғастырайық. Бұл жолы мен өте әдемі әрі дамыған мемлекеттердің бірі Жапония миф аңыздары туралы айтуды шештім. Неге деп сұрайсыңдар ма? Сұрамайсың ба? Айланы бәрі айта берейінші. Себебі Жапония аңыздары шынымен де қорқынышты әрі қызықты. Сондықтан осы мемлекет туралы айтуды шештім. Және бір байқағаным, аңыздарының көбісі әйелдер екен. Жарайды, ал мен көп ұзартпай бастайын. Ал сендерден сұрайтын, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Және өздерің білетін аңыз оқиғаларды комментарияға жазып кетіңдер. Ал мен бастайын, кеттік. Біразымыз білетін шығармыз, Жапония әйелдердің бойы 160-та екен. Арасында сәл-пәл ұзын немесе қысқа. Бұл информацияны нағып айтып отыр деп ойласаңдар, бойы жаман ұзын аңыз әйел кейіпкер туралы айту үшін. Аңыз есімі Хатиша Кусама, бойы 2-4 метр құрайтын әйел. Хатиша Кусама ұзын қара шашы бар 2-4 метрлік юрей, Жапон елесі. Бұл өз келу туралы по дыбысымен хабарлайды. Хатиша Кусама балаларды ұрлайды. Және ұрламас бұрын бірнеше күн немесе ай бойы оларды аңдиды. Және осы уақыт өткенде бала өз-түссіз жоғалып кетеді. Бір әңгімеде бір бала ата-әжесінің бақшасында ойнап жүргенде Хатиша Кусаманы көреді. Ол бұл туралы ата-әжесіне айтқан кезде олар бақсыға жүгінеді. Ал бақсы болса баланы өз бөлмесіне құлталы күйде ұстап, елес келген кезде есікті ашпау керек екенін айтады. Сол түні бала по дыбысын және есікті ашуды бұйырған атасының дауысын естиді. Ол бас тартады және сол түні аман қалады. Алайда Хатиша Кусама оңай берілмейді. Және оны кейінірек бала оны қайтадан жолда кездестіріп қалады. Ол егер осы елес сені таңдаса, ол сені өзімен бірге алып кетпейінше кетпейтінін білдіреді. Бірақ шыны керек, ұзын бойлы қыздар әдемі болады. Ал мұнан тіпті Шакил О'Нилдан да ұзын, маза жоқ. Келесі біз айтатын аңыз пойыздармен байланысты. Өздерің пойыздармен жүрген ұнатасыңдар. Маған мысалға ұнайды. Өзінің вайбы бар секілді. Бірақ аңызды керісінше жағдай. Теке. Пойыздың астына түсіп қайтыс болған әйелдің жаны. Бір шетінен өзіне кінәлі екен да. Әр жерде әртүрлі айтылады. Не ол жас оқушы, не егде жастағы әйел. Қысқасын айтқанда, пойыздың астына түсіп, оның денесі екіге бөлінген болатын. Бұлай бөлгеніне ашуланған оның жаны сол темір жол немесе сол қалалы райондарда теке дыбысын шығарып жүреді екен. Ал енді оны көргенде не істеу керек екенін білейік. Әрине, осыдан кейін Жапонияға барып қалсаңдар. Егер сен теке дыбысын естісең, одан мүмкіндігінше тезірек қашуға тырыс. Себебі аяқтарының жоғына қарамастан бұл кейіпкер өте жылдам. Егер ол сені ұстап алса, қиғаштан сені шауып түсіреді. Осы оқиғаның кейбір нұсқаларында теке сенен оның аяғы қайда екенін сұрайды. Аман қалу үшін сен Месси шассесі деп жауап беруің керек, немесе өлесің. Ал бүгінге соңғы және де қайтадан кейіпкері әйел адам аңыз Кутасеки Она. Ауыз айырылып кеткен әйел. Кутасеки өз күйеуінің қолынан қайтыс болған әйел. Аңыз бойынша Хейен кезінде самурайға үйленген өте әдемі сұлу әйел болған. Бірақ әйел өкінішке орай опасыз болған еді. Және күйеуі оның басқа еркекпен үстінен түскен кезде күйеуі оның аузын кесіп өлтіреді де, енді сені сұлу деп кім айтады деп айтқан болатын. Ал енді оның кекшіл жаны қараңғы аллеяларды аралап, аузын маскамен жауып жүреді екен. Ол құрбандарынан өзінің әдемі екенін сұрайды. Егер ол иә деп жауап берсе, ол қанды бетін ашып, маскасын шешеді. Ол сұрақты қайталайды. Содан кейін жауапқа қарамастан жәбірленушіге құлақтан құлаққа дейін соққы жасайды. Дәл өзінікіндей аузын кесіп. Кутасеки Онамен кездесуден аман қалу үшін сенен бәрі дұрыс па деген секілді түсініксіз жауап беру керек. Бұл жанды шатастырып жібереді және саған қашуға уақыт береді. Міне осыны жапониялық аңыздар. Бірақ бұл әрине барлық емес. Егер де тағы да жапониялық аңыздар туралы айтқанымды қаласаңдар, комментарийға жазып кетіңдер. Және каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал мен аяқтайын. Сау болыңыздар.